Қайырлы таң қадірменді көрермен, біз өз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақ келіп отыр. Студиямыздың бүгінгі қонағы Катаев атындағы оқушылар сарайының робототехника клубының жетекшісі Қайрат Солтаналинов және осы клубтың мүшесі Мұрат Тәтенов келіп отыр. Қош келдіңіздер. Бүгінгі таң сіздер үшін қалай атты? Жақсы, керемет, тамаша. Бағдарламамызды жалғастырайық, сұрақтармен. Жалпы енді біз сіздерді өнертапқыш ретінде біздің студиямызға қонаққа шақырып отырмыз. Жалпы бұл құрылғы туралы айтып өтіңіздерші, бұл неден жасалған және қандай қызмет атқарады? Бұл Twix шоколадын сататын робот, аппарат, вендинговый машина дейміз. Легадан жасалған. Сырты корпусы лего детальдарынан жасалған, а ішіндегі негізгі механизмдер ол Lego Mindstorm EV3-тен жасалған. Басқа құрылғылардан айырмашылығы неде? Бұл қандай қызмет атқарады? Енді ол саудагердің көмегінсіз өзі автоматты түрде шоколадтарды сатады. Бұл жерге 20 теңге және 1 теңге, 2 теңге, 5 теңге кіргізбейді. Тек қана 50 теңгені кіргізеді. 100 теңге ақша алатын жерге ол сыймайды. Сондықтан мен 50 теңгемен салатынмын. Отыра ғой, орның отырып түсіндіре ғой. Жалғастыра бер. Бұл жобаның мақсаты ол мақсатын жақсы орындау және оның аңдатпасы ол саудагердің көмегінсіз автоматты түрде шоколадтарды сату. Бұндай керемет құрылғыны жасауға не түрткі болды? Бізде осы күзде АКТ конкурс, ақпараттық коммуникациялық технологиялар білім беруде конкурс өтеді жыл сайын. И сонда легомен жасалған жобалар бағыты бар. Соған қатысамыз деп ұйғардық. Сосын мен Нұраттан сұрадым, идеяларың бар ма деп. Ол менде осындай идея бар. Ол басында осы шоколадты механикалық тұрғыда. 50 теңгені саласыз, сосын кнопканы басқан кезде ол бірақ шығатын. Ал сосын біз енді ол автоматтандырылған болу үшін EV3 моделін қолданып жасайық деп ұйғардық. Оны көп іздендік и соңында осында міне аппарат жасап шығады. Керемет, біздің тікелей эфирімізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Қайырлы таң. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қайырлы таң. Қайырлы. Менің атым Ертас. Менің сұрағым бар робототехника туралы. Рұқсат болса мен оны айтайын. Енді менің қарындасым оқиды мектепте. Оларда робототехника туралы, по-моему, сабақ енгізілді. Сол туралы не айталасыз? Жақсы, рахмет. Түсінікті ма? Мектептерге енгізіліп жатыр ғой қазір робототехникалық. Робототехника негізі 2016 жылдан бері барлық мектептерге, көп мектептерге енгізілді. Арнайы Lego Mindstorm EV3 құрал жабдықтары алынды, компьютерлер жағынан алынды. Көп мектептерде ол бар, сабақтар жүргізіледі, мұғалімдер арнайы курстан өтті. Жаман емес, негізі жаңа технологиялар балаларға өте қызықты. Роботты құрастырады, оны бағдарламалайды. Робототехникада негізгі 3 сала қамтылған: математика, физика және информатика. Жан-жақтан соған бала қызығушылықпен атсалысып оқиды. Белгілі бір жас шектеулері бар ма осы робототехника? Біздің оқушылар сарайында негізі 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін қабылдаймыз. Бірақ арасында келеді енді ата-аналар. 4-ші сыныптан да балалар бар. Жалпы осы оқушылар сарайындағы жаңағы робототехника клубы тоқталып кетсеңіз, ол қашан ашылды? Бүгінгі таңда қанша бала қатысады? Жетістіктеріңіз қандай? Жетістіктер. Робототехника үйірмесі оқушылар сарайында негізі 2015 жылдан ашылған. Мен оған міне осы күзден бастап жұмыс істеймін. 2018 жылдың күзінен бастап жұмыс істеймін. Жетістіктеріміз жаман емес. Осы Нұрат, Ғалымжан деген оқушыларымызбен осы жобадан бастадық. 2 сайысқа қатыстық. АКТ білім беруде онда 1-ші орын алдық.
Одан кейін аймақтық робототехника фестивалінде қатыстық, ол Екібастұзда өтті. Онда да осы жоба бойынша бірінші орын алдық. Одан кейін тағы да бір командамыз бар, олармен робо-биатлонға қатыстық. Ол Наурызбай Мейрамбек және Валихан Тамерлан, онда біз үшінші орын алдық. Әзірше осы жетістігіміз. Керемет. Жалпы енді тоқталып отыршы, осы робототехника егші, осы құрылғыдан басқа сен басқа да құрылғы жасап бердің? Иә, мен бұл бот деген құрылғыны жасадым. Ол өте қызықты. Оның рас аты мультибот, бірақ мен оны кішкене өзгерттім. Сонда оны бұл бот деп атадым. Келесі ол горилла, біз оны инструкциямен жасадық, және тасбақаны жасадық, және тағы да басқаларын. Біздің көрермендерімізге осы құрылғының қалай жұмыс істейтінін көрсетіп жіберсең, қарсы болмасаң? Бұл құрылғы 1-2-5 теңгені қабылдамай, және 10 теңгені 20 теңге қабылдамай, тек қана 50 теңгені қабылдайды. Енді 50 теңгені салайық. Автомат 50 теңгені қабылдады. Және оны бұл кнопкасына басамыз. Және бізге Twix түседі. Керемет. Тек қана Twix кәмпиттерін ғана сатады ма? Әзірше иә сатады. Бірақ мен оны үлкейткім келеді. Және оған Марс деген кәмпиттін сатқым келеді. Бұл құрылғы тек қана кәмпит сататын бола ма? Жоқ әлде басқа да бір керекті пайдалы заттарды сататын бола ма? Уақытында мен оны немесе Pepsi деп сатып алам банкада, сонда сатам. Бұл енді маған әдеттегі терминал есіме түсіріп тұр, иә? Иә. Ақша саласың, Ақша саласың, керегіңді аласың. керегіңді аласың деген сияқты. Керемет. Жалпы енді осындай дарынды балалармен жұмыс жасаған енді қиын емес пе? Қиын дегенде енді ол біздің жұмыс өзіме де қызықты негізі. Балалармен бірге осының ішіне кіріп, араласып кетесің. Енді құрастырғанда әрине қиындықтар туады. Идеяны тапқан да өзі. Алдымен идея, проблема қызықты болу үшін. Одан кейін оны құрастырған кезде механизмдер әртүрлі. Мына роботтың өзін құрастыру үшін бізге 1,5-2 айдай уақыт кетті. Біз бұны 3 рет бұзып, 3 рет қайттан құрастырдық. Басында құрастырдық, тиындар дұрыс өтпейді. Сосын балалар айтам, қайттан бұзайық, қайттан құрастырайық, басқа бірдеме ізденейік. Онымен ол мәселені шешкеннен кейін, одан кейін кәмпитті шығаратын механизмді ойластырдық. Онда да бірінші істегеніміз бірсе береді, бірсе бермей қояды, істемей тұратын. Ол да ұнамады. Балалар қала берсін енді, уақыт тығыз қалды, нетпей қойып, бұзбай қойып. Мен тағы болмай оларға бұзыңдар. Енді ертең істемей қалса ұят болады ғой деп. Тағы бұзып, тағы да ізденіп, сол осыған жеттік. Басында біз негізі 2 шоколад сататын деп ойластырдығымыз. Бірақ уақыттың тығыздығына байланысты біз 1 шоколад сататын қылдырып істедік. Енді қазір оны үлкейткіміз келеді. Бірақ мына лего детальдары жетіспей жатыр. Соған байланысты әзірше процесс тұрып тұр. Болашақта оны өзіміз қарастырып жатырмыз. Мүмкін сыртқы корпусын ағаштан немесе пластиктан жасаймыз ба деген ой бар. Жалпы енді сіздердің жеке өмірлеріңізге тоқталып өтейік. Өнертапқыштар жалпы қашан тұрады? Таңертең ерте тұрасың ба? Қайда оқисың? Өзің туралы айтып өтші. Мен Ыбырай Алтынсарин атындағы дарынды оқушыларына оқимын. Сонда мен өмір сүрем. Қалайды мектепте тұрам. Сонда әрдайым тұрамын, бет қолымды жуам. Әдеттегідей, үйдегі сияқты. Ал сенің сыныптастарыңның осы лего қызығушылығы бар ма жалпы робототехникаға? Олар не дейді бұл жөнінде? Олар да қатысқысы келеді, бірақ уақыт болмағанда олар келе алмайды. Бірақ өйткені мен мектеп біткеннен кейін, сабақтар біткеннен кейін робототехникаға барам. Сонда оларда уақыт жетпейді, олар үй жұмысын жасайды, реферат жасайды, және тағы да басқаларын. Сондықтан.
Иә, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін біздің студиямыздың қонағы Катаев атындағы оқушылар сарайының робототехника клубының жетекшісі Қайрат Солтаналинов және осы клубтың мүшесі Мұрат Тәтенов келіп отыр. Біз жалғастырамыз хабарымызды. Әрине, жалпы енді Қайрат мырза, айтып жаттыңыз, бұл енді 5-ақ кәмпит. Жалпы енді бұл 5-ақ кәмпит береді дедіңіз, иә? Иә, ішінен сыйынды ғой 5 кәмпит. Ал бұған дейінгі оның көлемі өзгеріп еді, қандай болды? Бұған дейінгі айтып өтіңізші, қандай өзгеріске ұшырады бұл құрылғы? Басында сайысқа қатысайық деген идеяларың бар ма дегенде, Нұрат үйден өзінің қарапайым роботын, құрылғысын жасап алып келді. Ол механикалық тұрғыда жұмыс еді. Өлшем бір 10 сантиметрдей болды, кішігірім сондай. Және оны механикалық тұрда жұмыс еді. Ақшаны саласың, сосын кнопканы басқан кезде жаңағы ақша компьютерде ол бізге түсетін. Ол енді қарапайым болды және кішігірім болды. Мен оны айттым, Ева 3-ті қолданып, моторлар, датчиктер қолданып солай жасайық дедім. Күрделі іс болсын деп. Ол сосын келесі сабаққа интернеттен ізденіп, уже вендинговый машинаның құрылғысын алып келді. Осындай бар деп интернеттен көрсетті. Іс жүзінде де тұрады ғой әр жерде, магазиндерде, вокзалда, сол сияқты. Жарайды, соған ұсатып істейіктен идея өте ұнады. Бірақ енді құрастырған кезде қиындықтарға тап болдық әрине. Керемет. Жалпы енді менің осы қойын деген сауал, жалпы көріп жатамыз. Көптеген жобалар, қажетті жобалар шығып жатады. Бірақ не екені белгісіз жоқ болып келіп жатады кәдімгі. Осы жайлы айтып өтіңізші, бұл жоба да солардың қатарына енбейтін шығар енді, жоқ болып кетпейтін шығар. Әрине, ол балалардың ісі жобасы кейбірлер енді сондай нетпей жатады, қолдау таппай жатады дегенде. Енді бұл жоба ары қарай дамытамыз деген ойдамыз. Өйткені вендинг машиналары әртүрлі бар, аппараттар сататын торговый. Біз бұны ары қарай үлкейтеміз деген ойдамыз. Бағана Нұрат айтып кеткендей, бір шоколад емес, 2 шоколад сатамыз деген ойдамыз. Ар жағында мүмкіндік болса, одан да ұлғайтып, әртүрлі заттар сатамыз деген ойдамыз. Одан да бөлек тағы да ірі жобаларыңыз бар ма? Дайындалып жатқан? Дайындалып жатқан енді негізгі жоба осы, қалғандары әлі ойда ойластырып жатырмыз. Жалпы енді бұл құрылғымен тағы қандай сайыстарға бармақ ойларыңыз бар? Негізгі робототехникадан сайыстардың көбі көктемде өтеді. Ол ВРО сайысы бар, одан кейін Казроботикс өткізетін. Соларға қатысамыз деген ойдамыз. Бұл жобамен негізі Казроботиксқа қатысамыз деген ойымыз бар. Жақсы. Жалпы мені қызықтыратын сұрақ, сіздердің робототехника клубында қыздар бар ма? Мектеп оқушылары кішкентай қыздар қызған осындай робототехникаға? Әлде тек қана ер балалар ма? Қыздар енді аз, көбінесе ұлдар. 90%, 95% ұлдар деуге болады. Қыздар өте аз, негізі. Маған келді. Жалпы Нұрат, сені осы робототехника клубына ата-анаңа апарды ма, жоқ әлде өз қызығушылығыңмен келдің бе? Анам айтқан, бұл оқушылар сарайында робототехника клубы бар, сол анда легодан жасалатын машиналар істейсің, және тағы да басқаларын. Мен соған көбінесе легомен қызығушылығым болды, сондықтан бардым соған. Сонда Қайрат мұғалімге сол идеямды айттым, бірінші рет барғанда. Сосын ол уақытында айтты, істейміз. Жалпы, неше жасынан қызығушылығын ояна бастады? 4 жастан қызығушылығым оянды. Алғашқы жұмыстарында айтып өтесің бе? Қандай жұмыстар жасадың алғашқыда? Бірінші жай қалайды роботтар жүрмейтін, жай ғана тұратын. Келесі рет мен қалайды аппараттар жасадым. Кішкентай, мысалы 5 теңгені саласыз, дымыс түседі. Соған тағы да ұқсас құрылғыларды жасадым. Сонда өткен жылда мен робототехникаға бардым, енді Ева 3-пен жұмыс істеймін.
Жалпы өскенде кім болғың келеді? Өскенде инженер болғым келеді. Инженер болғың келеді. Әйгілі өнер тапқыш болғың келеді ғой, иә? Иә. Жалпы енді қазіргі таңдағы сіздің клубыңыздағы оқушылар саны қанша? Олармен қалай жұмыс жасайсыз? Көп баламен енді жұмыс жасау тәртібін айтып өтесіз бе? 50 баладай қатысады менің клубыма. Менде 4 топ бар. Әр кезде келеді, жұмасына 2 рет бізде өтеді әр топпен. Басында біз негізгі білімді бердік. Енді механикалық тұрғыда құрастыру инструкция бойынша құрастырады, ал енді робот қозғалту үшін оған программасын жазу керек. Ол программаны жазу үшін өзінің арнайы бағдарламасы бар. Соның блоктарымен таныстырасын, қайсы қалай жұмыс істейді, нені істеуге болады, нені істеуге болмайды. Соның бәрін айтып кетіп, соның бәрін көрсетесің, тәжірибе жасайсың әртүрлі, құрастырып, тапсырмалар бересің. Сайыстар өткізесің кішігірім өзі, соның үйірменің ішінде. Жалпы сіздің үйірмеңізге ата-аналар балаларын апарғысы келсе, мысалы сіздерде бір жас шектеулігі бар ма? Осы жастан осы жасқа дейін деген, сосын белгілі бір талаптар бар ма? Біздің үйірмеге 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін қатысуға болады. Арнайы мұндай талаптар жоқ. Ынтасы өзінің қызығушылығы болса келе берсін. Жалпы енді бізге берген уақыт өз шектеулі болғандықтан сіздер енді біздің студиямызға, құрылғыларыңызға кеп арнайы уақыт бөлгендеріңізге көп алғысымызды білдіреміз. Бұдан да әрмен тағы да қызықты жобалар мен сіздерді осы студияда қарсы аламыз деген ойдамыз. Еңбектеріңіз жана берсін дегіміз келеді.